Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай вишня тоқитын боламыз. Ол үшін 3 воздушный петля тоқимыз. 3 штук. Содан соң бірінші петля екеуін қосып тоқимыз. Және де көбейтіп отырамыз. 12 петля қылып көбейтеміз. 12 петля болғанша көбейтіп отырамыз. Міне осылай бір петляның ішінен 2 столбик без накида тоқимыз. Енді екі қатар тоқимыз столбик без накида. Ешқандай көбейтпейміз. Енді қысқартып шығатын боламыз. Бір петля тастап, одан кейінгісін тоқимыз. Осылай 5 рет қысқартамыз. Міне вишнямыз дайын. Енді екі вишняны тоқимыз. Бір-біріне қосып тоқимыз. Ол үшін 6 воздушный петля тоқимыз жасыл жіппен. Осылай. Міне 6 воздушный петля тоқыдық. Және де артқа бір петля қайтып столбик без накида тоқимыз. Бір петля. Содан соң 5 воздушный петля тоқимыз қайтып.
міне дайын болды. Енді жапырағын тоқитын боламыз. Ол үшін жасыл жіпті жоғарғы бөлігінде, осындай жоғарғы бөлігінде тоқып шығатын боламыз. 5 воздушный петля тоқимыз. Енді бір столбик без накида, 2 столбик с накидын тоқимыз. Содан соң қайтып 2 столбик без накида тоқып аламыз. Сонымен дайын болады. Артық жіптерін қиып тастап, және де жасырып қоямыз. Және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Менде мандарин тоқу, жүзім тоқу аппликация түрлері бар, сарафан тоқу, кардиган тоқудың неше түрлі түрлері бар, және де повязка тоқудың түрі бар.